Сабақтың тақырыбы өзім туралы тарауы бойынша мен не үйрендім. Бүгінгі сабақта тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрайсыңдар. Мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтайсыңдар. Әріптердің емлесін сақтап жазасыңдар. Балалар, естеріңде ме? Өткен сабақта сендер сөздермен сөйлем құрағансыңдар, әңгіме құрағансыңдар, және де мәтінге ат қойғансыңдар. Сөздердегі әріптердің емлесін сақтап жазғансыңдар. Ендеше, осы бағытта бүгінгі жұмысымызды жалғастырамыз. Мына суреттерге назар аударыңдаршы. Қай суретке диалог құрауға болады? Ойланып көріңдер. Әрине, екінші суретке диалог құрастыруға болады. Енді өз беттеріңізше диалог құрастырып көруге тырысыңдар. Құраған диалогтарыңды мына диалогпен салыстырып көріңдер. Кәне бірге оқиық. Жидегің тәтті ме? Өте дәмді. Жейсің бе? Я, қайдан алдың? Тоғайдан теріп алдым. Жүр кеттік, бірге терейік. Я, басқаларға да айтайық. Балалар, бұл тиын мен қонжық арасында болған диалог. Ал сендер өмірде диалогты қай кезде пайдаланып жүрсіңдер? Ендеше сабақтан кейін телефон арқылы досыңмен, алыстағы ата-әжеңмен диалог құрастырып көріңдер. Осы мәтіндегі қоян, аю, тиын сөздеріне дыбыстық талдау жасап көрейік. Қоян сөзінде 2 буын, 4 әріп, 5 дыбыс, 2 дауысты, 3 дауыссыз дыбыс бар екен. Аю сөзінде 2 буын, 2 әріп, 3 дыбыс, 2 дауысты, 1 дауыссыз дыбыс бар екен. Тиын сөзінде 2 буын, 4 әріп, 5 дыбыс, 2 дауысты, 3 дауыссыз дыбыс бар екен. Балалар, байқадыңдар ма? Қоян, аю, тиын сөздерінде дыбыс пен әріп саны сәйкес келмейді. Оны сендер и, ю, я әріптерінің айтылуы мен жазылуы тақырыптарын өткен кезде таныс болғансыңдар. Сабағымызды жалғастырайық. Бірінші бағандағы у дауысты, екінші бағандағы у дауыссыз, үшінші бағандағы и дауысты, төртінші бағандағы и дауыссыз. Осыған сәйкес сөздерді оқып шығайық. Шуда, елу, уық, сурет, тәулік, уақыт, қоңырау, сусын. Иек, жиен, сыйлық, тиын. Әйнек, ит, сыйлау, әшекей. Балалар, сендер байқадыңдар ма? Осы бағанға сәйкес келмейтін артық сөздер бар екен. Әр бағандағы артық сөзді тауып, оны дәптерлеріңе жазыңдар. Жазған сөздеріңді тексеріп шығыңдар. Бірінші бағандағы артық сөз уық. Екінші бағандағы артық сөз сусын. Үшінші бағандағы артық сөз сыйлық және ит сөздері артық екен. Тамаша, жұмысымызды жалғастырайық. Енді осы сөздермен сөйлем құрап көрейік. Қане, бірге оқимыз. Уық киіз үйдің бөлігі. Сусын шөлді қандырады. Ағам маған сыйлық берді. Ит адамның досы. Ал енді осы сөздермен, өздіктерімен сөйлем құрап көруге тырысыңдар.
Жақсы, жұмысымызды жалғастырамыз. Қайсысы бірінші болып келді? Мына суретке қарасақ, суретте тауық балапандары және үйрек балапандары берілген. Астында тірек сөздер бар. Тауық балапаны, үйрек балапаны, арғы жаға, жүзіп өту, бірінші болып келу. Балалар, тірек сөздерді пайдалана отыра, суретке қарап, мәтін құрастырамыз. Кәне, құрастырған мәтінімізді келесі мәтінмен салыстырып көріңдер. Бірге оқиық. Біздің ауылдың жанында көл бар. Арғы жағаға өту үшін тауық пен үйрек балапандарын суға жібердік. Бірінші болып үйрек балапандары келді. Балалар, неге үйрек балапандары бірінші болып келді деп ойлайсыңдар? Иә, балалар, себебі үйрек суда жүзуге бейім құс. Сабағымызды жалғастырамыз. Өткен сабақта сендер адамның дене мүшелері туралы біраз ақпарат алғансыңдар. Ендеше сол білімімізді қолдана отыра келесі тапсырманы орындайық. Яғни сурет пен сөздерді сәйкестендіре отыра сөйлем құраңдар және оны дәптерлеріңе жазып алыңдар. Құраған сөйлемдеріңді тексеріп көріңдер. Көз көру мүшесі. Құлағыңды үшкір нәрсемен шұқыма. Тісіңді күнде жуып жүр. Мұрын иіс сезу мүшесі. Тамаша. Ал енді өз беттеріңше кез келген сезім мүшесімен сөйлем құрастырып көріңдер. Балалар, әрбір сезім мүшесінің адам өміріндегі атқаратын қызметі өте маңызды. Сондықтан тазалықты сақтап жүріңдер. Енді көз деген сөзге сөйлем құрай отырып, көзге арналған жаттығулармен таныс болыңдар. Көзге арналған жаттығуларды күнделікті жасау керек. Ендеше мына жаттығуларды қарап, күнделікті жасап жүріңдер. Сабағымызды қорытындылайық. Сендер осы тарауда тірек сөздер арқылы мәтін құрастырып, мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтадыңдар. Әріптердің енесін сақтап жазуды үйрендіңдер. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.